Александру және Юра Советбековна, сіздердің баяндамаларыңызға как оппонент ретінде және толықтыру ретінде болады деп ойлаймын. Ал екінші сұрақ, ол кеше маған Жанат Тұрабекқызы сұрақ қойды. Сол сұрақ өте маған қатты әсер етті. Соны түнімен бүгін ойлап, сол сұраққа қалай жауап беруім керек? Кеше мен жауап бердім деп ойлаймын, бірақ оны одан да ары қарай толықтырып ашып жауап беру керек қой деп ойлап, мен осы екі мәселені көтергім келіп отыр. Енді менің зерттеу тақырыбым жалпында толық адам. Қазір экономистер де барлығы таңғалып отыр. Толық адамның экономикаға не қатысы бар, жалпы жасанды индустрияға не қатысы бар деген мәселе. Яғни Ахмет Байтұрсынұлы өзінің мақаласында Абайдың деген қазақтың бас ақыны деген мақаласында айтады, Абайды бәрі сынайды дейді. Бірақ шын мәнісінде дейді, олар Абайды сынап тұрған жоқ, Абай оларды сынап тұр. Неге? Себебі Абайдың деңгейіне олар жетіп тұрған жоқ дейді, оны түсініп тұрған жоқ дейді. Сондықтан олар Абайды сынайды дейді. Мәселе Абайда емес, мәселе бізде. Міне мен осыны ашқым келеді, және де онда бүкіл тек экономика емес, білім саласы емес, барлық гуманитарлық ғылымдарға қатысы бар екенін айтқым келеді. Қазір әлем дағдарыста көріп отырсыздар, соғыс, азғындаушылық, бұның бәрін түптің түбі неде? Бұның барлығы да, менен қысқаша айтсақ, гуманитарлық ғылымдардың азғындауында, парадоксында деп айтқым келеді. Осының да мен қазір шамам келгенше жауабын бергім келеді. Жалпы мына индустрия 5 жаңа Мария Александровна көрсетіп кетті. 5, яғни мен тек 5 емес, оны индустрия 6 тұрғысында айтқым келеді. Осыдан 40 жыл бұрын, 86 жылы мен Республикалық физика-математика мектебінде оқуға түскен кезде екі фантаст жазушымен кездесу өтті. Сонда мен есімде қалып қойған, сол осыдан жаңа ойлап отырсам 40 жыл бұрын екен. Сол кезде екі фантаст жазушы былай деп айтқан болатын: ғылым дамиды және де ғылыми жетістіктерге негізінде болжам жасайды. Яғни пәленше жылы мынандай жетістікке жетеміз, түгенше жылы мынандай өзгерістер болады деп. Ал енді сол ғылыми жетістікті фантаст жазушылар алады да, олар өзінің ой қиялын қосады да, фантастикалық жаңа шығармаларды жазады. Ал шын мәнісінде өмір ол ғалымдардың да болжамын, фантастардың да болжамын басып озады екен. Мен сол осыдан 40 жыл бұрынғы айтқан ойдың қазір дәл қазір іске асып жатқан көзім жетіп отыр. Сондықтан мен жаңа Мария Александровнаға сұрақ қойған сұрағым, мына 5-0-ді айту жаңалық емес бізге. Біз өте аз уақыттың ішінде 6-0 келеді. Соған біз қаншалықты дайын боламыз? Ал енді ол қай уақытта келеді дейтін болсақ, мына мысалды айтып келеді. Мысалға мына Рэй Курцвелл, егер білетін болсаңыздар, қазір 80-ге тайып қалған өнер тапқыш ғалым, ғылыми болжамдарының көп нақты ғылыми болжамдары іске асып жатқан маман. Міне осының болжамы бойынша, яғни келесі индустрия, яғни 6-0-ден кейін келетін өзгеріс, яғни бір сөзбен айтқанда сингулярлық. Сингулярлық деген егер түсінетін болсаңыздар, ол жасанды интеллектінің адамнан басып озып, яғни былайша айтқан кезде жүгенсіз кетуі. Міне сол кезде бізді адамзатты не күтіп тұр, не болады деген нәрсеге өзінің ғылыми болжамдарын айтады. Ал енді мен жеке өзімнің субъективті пікірім бойынша, ол кезде сингулярлықты, мысалы, діни тұрғыдан алып қарайтын болсақ, оны ақыр заман деп айтуға болады. Тарихи, рухани тұрғыдан алып қарайтын болсақ, ол жаңа өркениет, мына өркениеттің соңы және жаңа өркениетке өту. Ол өту болу ма, болмай ма, ол бір Құдай біледі. Осыдан 12 мың жыл бұрын білесіздер, Нұх пайғамбардың заманында бүкіл адамзат өркениет суға кетті да, міне адамзат, жаңа адамзат пайда болды. Міне осы сияқты біздің алдымызда үлкен сын қатер тұр. Яғни мына жасанды интеллект, мына құмырадан шыққан жын дейміз ғой, яғни жүгенсіз кеткен жын, өзіміздің жасаған өніміз адамзаттың өзінің түбіне жетуі мүмкін. Міне осыған біз қаншалықты дайынбыз? Міне мен осы тұрғыда, егер дәл болжамды алып қарайтын болсақ,
міне 45-ші жылы ақ міне ол міне келеді деп отыр. Енді ойлаңыз, ал кейбір ғалымдар 35-ші жылы деп болжамдайды. Тіпті Илон Маск 26-ші жылдан бастап міне ол өзгерістер келеді деген болжамдар айтылып жатыр. Енді жаңа Гүлмира Сатбекованың айтқан бәрі дұрыс, мен ешқандай ол жерде қарама-қайшылық жоқ. Бірақ жалпы мынандай қағида бар математикада: теореманың дәлелдену үшін екі шарт керек. Біреу қажетті, екінші жеткілікті. Яғни сіз айтыңыз, бәрі қажетті шарт, ол дұрыс. Бірақ қазіргі мына өмірде адамзаттың алдымызда күтіп тұрған сын қатерлерге ол жеткілікті емес. Яғни жеткілікті болу үшін не істеу керек? Яғни оған мен мына Абайдың мысалында айтқым келеді. Яғни Абай кім? Жалпы оны ақын дейді, философ дейді, шын мәнісінде оның бәрі ол жеткіліксіз. Жалпы Абайдың толық адам ілімі туралы айтып жатырмыз. Ол не ілім? Оны да әлі қаншама мен осы Қазақстанда бар абайтанушылардың бәрімен сөйлесіп жүрмін. Әлі ешқайсысы дәл өзінің торында, өзінің деңгейінде түсінбейді. Мен қазір соны сіздерге дәлелдеп келіп отыр. Яғни Абайдың толық адам ілімі міне қазіргі адам моделімен салыстырғанда артықшылығы, яғни ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке ешбір жарытпайды, жолда жоқ жарыместі жақсы демек. Жүрек ақылда ашуда жоқ, қайратта жоқ, тулап, қайнап бір жүрек қылады әлек. Біреуінің күні жоқ, біреуінсіз, ғылым сол, үшеуінің жөнін білмек. Яғни мына эмоционалды интеллектпен, мына интеллектуалды интеллекттен бөлек, яғни spiritual quality, яғни рухани интеллект, оны Абай бір сөзбен жүрек дейді. Міне осы үшеуін бірге қарастырған кезде ғана міне толық адамның моделі шығады. Міне сондағы бүкіл қазіргі гуманитарлық ғылымдардағы парадокстың бәрінің жауабын алуға болады. Мен де қазір экономикадағы ұсынып жатқан, педагогикадағы ұсынып жатқан ұсыныстардың барлығы да міне осы толық адам ілімінің негізінде ашылған дүниелер деп айтсақ болады. Кеше Жанат Тұрабек қызының сұрағынан кейін мен шабытын қосып өлең шығардым. Аудиторияда міне өлеңімнің сыйқы мынау. Енді мен ақын емеспін, бірақ кешегі сұраққа жауап беру мақсатында аудиторияда информатика бар ма? Программистер жаңа айтып жатырмыз ғой, алгоритм білу керек деп. Кім талдап бере алады? Мына өлеңнің дұрыстығын баға бере аласыздар ма? Бір кері байланыс. Кодтау, қазіргі ең тренд, кодтау, алгоритм, программирование білу үшін білуіміз керек. Бүкіл жасанды интеллекттің негізі тұғыры. Міне кодтың билеушісі алгоритм болар. Дұрыс па? Жалпы түсінікті ғой логикалық тұрғыдан. Шебер программист қиыннан жол табар. Оны мықты білім бар, оны жасайды ғой. Жадыға ыңғайлы, ЦПУ-ға оңтайлы бол. Жады деген мемори, память. ЦПУ деген ол процессор. Соған ыңғайлы болып, қатесіз, қысқа қалып, анық жазар. Логикалық қателік бар ма, жоқ па? Көріп тұрған жоқсыздар. Ал инженерлік, яғни алгоритмдік программист жағынан сәйкес келіп тұр ғой логикаға. Келіп тұр, Енді мынандай мәселе. Шын мәнісінде өзгеріс, неде? Бүкіл абайтанушылардың, бүкіл ақын, менмін деп кеудесін соғып жүрген ақындардың, жазушылардың, жалпы біздің үлкен қателігіміз сол, біз Абайды түсініп тұрған жоқпыз, түсініп жүрген жоқпыз. Біз өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деп бәріміз өлең шығарғанға мәз болып, керемет болып өзімізді ақын санап жүрміз. Шын мәнісінде ол Абай оны айтып тұрған жоқ бұл жерде. Абайдың айтқаны өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Бұл жерде мәселе өлеңде емес, мәселе неде? Өлең сөзде. Абай бір сөзді екі рет қайталамайды еш жоқты. Бір қасиеті Абайдың бір нәрсені бір-ақ айтады және тыңғылықты жеткізіп айтады, екінші рет қайталамайды. Абай не дейді? Өлеңге Абай қалай анықтама береді? Өлең деген әр сөздің ұнасын, сөз қосарлық орайлы жарасын. Сөзі тәтті мағынасы түзу келсе, оған кімнің ұнасар таласу. Ақындар, өлең шығарушылар, міне осыны алсын, сөйтіп өздерінің кеудесін қақсын. Ал Абай
айтып тұрғаны бұл жерде өлең сөз. Ол не? Ол біздің мына рухани ілімнің, былайша айтқан кезде, рухани коды. Ал енді сөз сарасы деп тұрған бұл жерде мына алгоритм. Сонда мен шын мәнісінде өлең шығарған жоқпын. Абайдың өлеңін қазіргі тілменге ауыстырдым, бар болған. Сонда мына өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл жүрекке жылы дейіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы дегенді қазіргі мынау IT, жасанды интеллект немесе технологияның тілмен айтатын болсақ, ауыстыратын болсақ, рухани кодтың патшасы алгоритм болар. Шебер программист қиыннан қиыстырар. Жатқа жеңіл, цыпуға ыңғайлы болып, қысқа қылып қатесіз анық жазар деген мәселе. Көңілге қода ма, қоймай ма? Шапқа құра тұра ма, тұрмай ма? Жақсы. Абай айтып, жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күнелтпек. Жанында да бар жанмен ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі тереңге бет қоймаса дейді. Яғни Абай терең деген сөзді өте көп қайталайды. Неге? Себебі терең дегеніміз ол тек мына материал дүние емес, бұл ақылмен, мынау оймен сезілетін материалдық дүние емес, ол тек жүрекпен ғана сезілетін мына рухани дүниені айтады. Немесе әркімнің пайдасы өз керегінде. Білмеймін пысығын я зерегінде дейді. Саяз жүзер сайқалдар қабылғалар, ақиқат та діндағы тереңінде дейді. Яғни Абайдың меңзеп тұрған ілімі, яғни тереңде. Мынау бүкіл кибернетика ғылымның, жалпы мынау жасанды интеллекттің, компьютердің құрылымының жұмыс жасауын, мысалы бірақ өлең шумағымен Абай беріп тұр. Шырқап қалқып, сорғалап таңылжиды. Жүрек тербеп оятар баста мені дейді. Бұл дүниенің зәті бәрі сонда ойсыз құлақ ала алмас, ондай сыйды. Яғни ЦПУ деп тұрған жаңа процессор, мына IT тұрғысынан қарайтын болсақ, ол жүрек. Ал жады дегеніміз ол ми. Ішкі жан дүниемен мына сыртқы әлемнің арасындағы гармонияны Абай осы бірақ шумақ өлеңмен сыйдырып айтып тұр. Енді бұны терең арғай талдап түсіндіруге болады. Мен енді оған тоқтағым кеп тұрған жоқ. Мен енді сөзімді қорытындылағым келетіні 20-шы жылы, осы 6 жыл бұрын президентіміз Абайдың осы толық адам іліміне назар аударып, ғалымдарға тапсырма беріп, одан кейін Абай танушыларды жеке шақырып алып, ол қоғам ұлттық идеясы екенін айтып тапсырма берілді. Бірақ өкінішке орай, біздің ғалымдарымыз бұны әлі түсініп жатқан жоқ, бұған әлі ден қойып жатқан жоқ. Бірақ бір қуантарлығы, енді Абайдың толық адам іліміне шамалар келгенше ғалымдар атсалысып, әркім өз үлесін қосып жатыр. Мен енді соңғы өткенде ғана өзі сыйлады. Оған дейін мен мысалға бұл кісіні сырттай білген болмаса, еңбегімен таныс емеспін. Жақында ғана мен кітабын алып қарадым. Академик Оразалы Сәбден. Бұның кітабы естуімше жақында Англияда Кембридж университетінде ағылшыншаға аударылып, 100-ден астам топ университеттерге таратылды осы еңбек. Енді осы еңбегінде не дейді? Ұлы Абай шығыс даласында рухани революция жасаған әлемдік тұлға, өте дәл анықтама беріп тұр. Қазақстанға эволюциялық жолмен мәдени революция қажет. Абайдың толық адам ілімінің жол картасын жасап, біздің рухани конституциямыз ретінде халықты оқыту керек. Қазақстанға рухани мәдени ренессанс қажет дейді. Мен енді осы ойыммен сөзімді аяқтайын. Себебі бұл игілік, бұл тек қазақтың ғана несібесі емес, бұл рухани ілім бүкіл адамзаттың іздеп жүрген бүкіл адамзатқа қажетті ілімнің қайнар көзі деп мен айтқым келеді. Тыңдармандарыңызға рахмет.